Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы игі бастамалар жалғасуда. Бұл жолы қаладағы жастар ресурстық орталығының қызметкерлері мен белсенді жастар тарихи Қарахан кесенесінің аумағында тазалық жұмыстарын жүргізіп, айналаны қоқыстан тазартты. Облыс бойынша наурыз айынан басталған көктемгі абаттандыру жұмыстары аясында таза қала, таза кәсіп, таза аймақ, жасыл қала, болашақта бірге отырғызамыз, жер сағаты және тағы басқа акциялар өткізілуде. Мәселен, бүгін өткен экологиялық акцияға 50-ге тарта жас белсенді қатысты. Олар Қарахан кесенесін түрлі пластикалық заттардан, қоқыстардан тазалады. Бүгін 18 маусым күні Қарахан кесенесінің айналасына тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тазалық жұмыстары Таза Қазақстан экологиялық акциясы барысында жүзеге асырып жатыр. Бұл жерге жастар ресурстық орталығының қызметкерлері мен белсенді жастар атсалысып жатыр. Яғни 50-ге жуық жас. Жалпы жыл басынан бері өңірде 50-ден астам экологиялық акция ұйымдастырылып, 10.150 түп ағаш отырғызылды. Сондай-ақ 20 тоннадан астам тұрмыстық қалдық шығарылып, қоршаған ортаны таза ұстауға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде жалғасып келеді. Акция бізде жыл басынан бері белсенді өтілуде, яғни әр сенбі сайын немесе аптаның ортасында, апталардың кез келген күндерінде біз акцияға шығып отырамыз. Таза Қазақстан акциясы аясында мұндай игі іс-шаралар өңірдің экологиялық ахуалын жақсартып қана қоймай, қоғамда тазалық пен жауапкершілік мәдениетін қалыптастыруға, қоршаған ортаға ұқыпты қарау дағдыларын нығайтуға ықпал етеді. Бекзат Аширбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.